Бүгін біз тұздалған қияр басатын боламыз. Ең алдымен барлық осы салатын заттарымыздың барлығы жуылып, және де банкілеріміздің барлығы стерилизовать етіліп тұру керек. Сосын әрі қарай укроп және де хрен салатын боламыз. Келесі бізде сарымсақ және де болгарский перец, горошек осындай бұрыш және ащы бұрыш жартысын салатын боламыз. Сосын лавровый лист. Және де қиярдың екі жағын міндетті түрде турап алып тастайтын боламыз. Сосын барлығын осылай салып шығасыздар. Әрі қарай қайнаған суды бетіне құйып, осылай 2 рет қайталайтын боламыз. Суын осылай төгіп тастаймыз. Жарты сағаттан кейін әрі қарай ас қасықпен 2 қасық тұз, 2 қасық қант және де уксус салатын боламыз. Әрі қарай үстіне ыстық суын құйып, бетіне крышкасын жауып тастайтын боласыздар. Міне тұздалған қиярымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер және маған тіркелуді ұмытпаңыздар.